Қыздар, бүгін біз луковое печенье, пияз қосылған, тәтті емес, қант қосылмаған печенье дайындаймыз. Оған керек бізге 350 грамм ұн, 3 пияз, кішірек келген, 100 грамм сыр, сливочный сыр. Одан кейін 150 грамм сары май, жарты қасық тұз, жарты қасық тмин, қасықтың ұшымен кішкене қара бұрыш. Және бір шай қасық ас соусы немесе разрыхлитель. Содан кейін бір жұмыртқа. Енді осының бәрін қосып, қазір илейміз. Ең бірінші біз ұнды саламыз. Одан кейін разрыхлителімізді, бұрыштарымызды бірге қосып қоямын, салып, осыларды бүйтіп бір араластырып аламыз. Сосын оны жақсылап маймен езіп аламыз, сары маймен. Сары маймен осылай жақсылап езіп аламыз. Мінекей қыздар, сары маймен езіп алдық. Енді оған пиязымызды қосамыз. Сырымызды қосамыз. Және жұмыртқамызды қосамыз. Сөйтіп жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Міне қыздар, қамырымызды илеп алдық. Енді осы қамырымызды салафанға салып, бір жарты сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз жарты сағат холодильникте тұрды. Енді біз оны міне осылай жайып алдық. Қазір формадан кесеміз. Біздің бұл пияз қосылған, қантсыз, диеталық, пайдалы печеньямыз да осылай мінекей домалақтап формамызға саламыз. Қазір сөйтіп пісіреміз. Міне қыздар, осылай бәрін формамызға тізіп алдық. Енді қазір бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, қызып тұрған пешке саламыз. Мінекей қыздар, печеньямыз пісті жаңа ғана. Мінекей қыздар, печеньямыз дайын болды. Міне сіздерде жасап, осылай пісіріп дайындап көріңіздер. Диеталық печенье.